Мен Еленовка ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Ботова Сәния Сириевна. Сіздерге Quizlet платформасы жайлы айтып өтпекпін. Платформа оқушыларды формативті бағалауға оңай қызықтыруға мүмкіндік береді. Платформада сұрақтарды 8 түрде жасауға болады. Бірнеше жауап, сандық жауап, қысқа жауап, шын жалған, ашық, бірнеше таңдау, аудио жауап. Платформаны қолданудың тиімділігі. Оқушыларды бағалау кезінде қай оқушыға қандай тапсырмада қиындық туғызғанын мұғалім бақылай алады. Оқушылардың жұмыс істеу барысын бақылай алады. 7-ші Б сынып оқушылармен сабағымды бекіту мақсатында қолдандым. Оқушылардың тапсырманы қандай дәрежеде орындап жатқандығын бақылауға болады. Тапсырманы орындап болған соң, оқушылардың қандай тапсырманы қандай дәрежеде орындағанын экран бетіне шығады. Сол бойынша оқушыларды бағалай аламыз. Платформаға тіркелгеннен соң жаңа викторина құрамыз. Викторинаның атын «Білім шыңына шығу» деген тақырыпта алдым. Описаниясына сұрақтарға жауап беру. Тілі – қазақ тілі. Выберите категорию гуманитарлық бағыттағы деген разделді таңдаймыз. Добавить вопрос арқылы біз өзімізге керекті сұрақтарды қоямыз. Мен 7-ші Б сыныбымен уақыт сый тақырыбында уақыт бойынша сұрақтарды жаздым. Бұл жерде изображение деген жерде керекті суреттерді біз платформадан ала аламыз. Мен уақытқа байланысты сағаттың уақыттарын алдым. Және правильно деген жерге керек біздің сұрағымызға жауаптың дұрыс жауабын белгілейміз. Келесі сұрақты қою үшін добавить вопрос арқылы ары қарай жалғастырып, өзімізге керекті тағы да сұрақтарды қоя аламыз. Келесі сұрақ бойынша мен жауапты ашық жауап ретінде алдым. Сұраққа оқушылар өздерінің жауаптарымен жауап бере алады. Яғни берілген сөздерге өздері сөйлем құрап жазады. Жасалған жұмысымызды сақтаймыз. Платформаға кіру үшін play батырмасын басамыз. Оқушылар бұл платформаға кіру үшін берілген QR код арқылы кіреді. Ал мұғалім оқушылардың тапсырманы орындау барысын өз компьютерінен бақылап отыра алады.